Сәлем баршаңызға. Бүгін айтатынымыз лавр жапырағының пайдасы. Лавр ағашы оңтүстік Азияда, Жапонияда табиғи өсетін болса, Қара теңіз жағалауында қолдан өсірілетін мәңгі жасыл болып тұратын ағаш өсімдігі. Оның биіктігі 25-30 метрге дейін барады. Жапырақтары жұмыртқа формалас ақшыл сары гүл ашады. Гүл жапырақтарының ұзындығы 5-11 см аралығында болады. Жемісі сүйекті қоңыр болып келеді. Гүлі мамыр-маусым айларында ашылып, жемісі қараша айында піседі. Жапырағын жас бұтақтарымен жылына 2 рет маусым-тамыз айларында қырқып алады. Жемісін күзде жинайды. Оның дәнінен, тамырынан камфора иісті затын, эфир майларын өндіреді. Лаврдан бізге жететіні лавр жапырақтары эфир майлары түрлі дәрі-дәрмектер деуге болады. Соның әр үйде табылатыны жапырақтары. Енді оның емдік қасиеттері туралы айтайық. Егер сіздерге ары қарай видео қызықты болса, арнама тіркеліп, лайк басып, коммент жазуды да ұмытпаңыздар. Сіздің болмашы ғана бір әрекетіңіз бізге шабыт сыйлайды. Қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет. Суық тиіп, қатты жөтел қысқан кезде 2 тал лавр жапырағын 1 стакан суға салып, үстінен 1 ас қасық ас содасын салып, 15 минут ақырын қайнатады. Осыған 1 ас қасық бал қосып жылыдай ішеді. Лавр жапырағын алып тастайды. Ішкен кезде үнемі жылы болуы қажет. Бұдан жөтел тоқтап, қақырық шыға бастайды. Көз бұлшықтанып, түйіліп, ауырған кезде 4 тал жапырақты ұнтақтап жарты стакан қайнап тұрған суға салып бұқтырады. Осы сумен жылыдай кезінде көзді жуады, тампон қояды. Осы суды ішуге де болады. Лавр жапырағын ұнтақталған 2 ас қасық алып 1 стакан қайнап тұрған суға 2 сағат бұқтырады. Осыны құлақтың ірің су аққан кезде ішіне тамызады. Сусамыр ауруына 10 тал жапырақты ұнтақтап 3 стакан қайнап тұрған суға 3 сағат бұқтырады. Осыдан күніне 3 рет әр жолы 3 ас қасықтан ішеді. Буын сал дірілдеп ауруға 30 грамм лавр жапырағын ұнтақтап, оған 200 грамм тазартылмаған күнбағыс майын құйып 10 күн тұндырады. Осыны сығып, басқа ыдысқа құйып алып, ауырған жерге сылап орайды. Адам ағзасынан артық тұзды шығару үшін 5 тал жапырақты жарты литр суға 10 минут ақырын қайнатады. Жылыдай сүзілген осы суға 1 ас қасық бал, кішірек 1 лимон шырынын қосып араластырып, 1 күнге түгел ішіп бітеді. Қан қысымын төмендету үшін 4 лавр жапырағын 1 стакан қайнап тұрған суға 30 минут бұқтырады. Таңертең кешкі ас алдында бөліп ішеді. Егер қан қысымы 160/90 болса, жоғарыдағы мөлшерге 1 шай қасық аскөк қосуға болады. Бүгінгі айтылған лавр жапырағының пайдасы туралы ақпарат сізге ұнаса, арнама тіркеліп, лайк басуды да ұмытпаңыздар. Қолдау білдіргендеріңіз үшін алғысым шексіз.